Сәлем достар, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді пигоди дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Осындай өте керемет дәмді болып шығатын пигоди. Соңына дейін қараңыздар видеоны. Ең алдымен осындай үлкен ыдысымызға жылы су және ашытқы дрожь саламыз. Үстіне тұз саламыз, дәміне қарай, және құмшекер салдым. Енді үлкен қасықпен 4 ас қасық сұйық май құйдым. Жақсылап венчикпен араластырып, оның үстіне електен өткізіп дайындап қойған ұнды салып араластырып отырамыз. Бірденен салмаймыз. Бірінші венчикпен, одан соң қасықпен және қолмен қамыр илейміз. Ингредиенттерінің барлығын описание бөліміне қалдырамын. Сол жерден қарап, менімен бірге жасап көріңіз. Міне қамыр иледік. Енді бетін жауып, қамыр көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Ендігі кезекте бізде начинкасы салмасын дайындаймыз, яғни бірінші пиязды осылай тураймыз және капустаны ұсақтап турап аламыз. Барлығын фаршқа салып, дәмдеуіштерден қара бұрыш және тұз салдым. Дәмдеуіш салып болған соң, қолмен жақсылап араластырамыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді табаға шамалы май құйып қуырамыз. Фаршы, капустасы, пиязы барлығы жақсылап піскенше қуырып аламыз. Бетін жауып, оған дейін қамырымыз ашып дайын тұр. Енді осы қамырды алып, 2 бөлікке бөліп, ұзынша етіп қойып аламыз да, бір келкі етіп тураймыз. Міне турап болдым. Енді осы туралған қамырларды жақсылап қолмен домалақша пішінде жасап, шамалы ұн сеуіп, қалың болып кетпеу керек және қатты жұқа болмау да керек. Енді осының ортасына салмамызды салып, әдемелеп түйеміз. Түйген кезде жақсылап қамырды бір-біріне жабыстыру керек. Ол піскен кезде ажырап, түрі онша болмай қалуы мүмкін. Түйгеннен кейін тағы да қолмен жабыстырып, осындай әдемі пішінде пигодимізді дайындаймыз. Міне тағы да екіншісінде көрсетіп жатырмын сіздерге. Тура осылай әдемі пішінде дайындаймыз. Ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жұқаламай жайып, ортасына салмасын салып, түйіп аламыз. Түйгеннен соңда қолмен қамырды жабыстырамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңызды сұраймын. Енді осы дайындаған түйілген пигодиларымызды мантоварканы майлап орналастырамыз. Мантоваркаға салып, жарты сағат пісіріп аламыз. Міне біздің пигодиіміз дайын, өте әдемі болды. Қолмен ашсаңыздар да, пышақпен ашсаңыздар да өте ыңғайлы, жұп-жұмсақ, ортасындағы фарш та, салмасы да керемет дәмді болды. Ортасына чим-чим салатын саламыз. Чим-чим салатының
рецептісі менде описание бөлімінде бар. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса, WhatsApp желісіне таратып қойларыңызды сұраймын. Өте әдемі шықты. Қазір ортасын кесіп көрсетемін. Салмасы да, барлығы әдемі, дәмді, қамыры да пісіп шықты. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.